Қытай емін жасап жүрген қандастар туралы. Бұл енді бір күрделі тақырып. Мен ол туралы бұрынғы лекцияларымның ортасында айтқанмын. 14, 15, тіпті 13 жылғы лекцияларымда бар, бірақ ол кезде жұрт мені көп тани бермейді. Сондықтан мен бұл туралы кейін қайсы былтырғы лекцияларымда да айттым, мен сіз тыңдамасаңыз керек. Ендеше Қытай емін жасап жүрген кісілер туралы менің айтатын сұрақ, қысқа нұсқа айтайын ба? Олар екі түрлі болады. Бірі таза оқыған, қолында дипломы бар, кәдімгі медициналық университеттер тауысып келген, сондай азаматтар болады. Олардың білімі де жоғары, және емі де жоғары болады. Бұлар бірінші деңгейде болады. Екіншісі, анау Алматыда кезінде Самалда, тағы басқа жерде қастарына бір немесе екі аудармашы алып, қазақтың біріне екі қызына система салғыстып, укол салғыстып жүрген таза қытайлар. Олар қазақ емес, оралман емес, қандас емес, кәдімгі қытайлар. Олардың 99% алаяқ болады. 99%. Баяғыда бір достарымыздың достары, бір келіншектер алып кеп, мынандай табақтарға салынған бір бақаның, тасбақаның қабы, жыланның, анау жылан түлегенде тастаған қабыршығы, бірдеңенің тамыры, бірдеңе. Біз Қытайда, мен өзім 25 жыл өмірімді Қытайда өткізіп, мен көрмеген сұмдықтарды алып кепті. Мынау ем екен, мынаны $5000 қалдым, ана бір топ, айбай, бақалы сұмдығы, оны таңсық көріп, мақтан көріп, ананы $10,000 қалдым дейді. Әгіні көріп, мен айттым, соданша сен сол таза тұп Қытайдың өзіне барып емделіп келмедің ба? Тайванға барып емделмедің ба? Сингапурға барып емделмедің ба? 5,000, анан 10,000 қалды. Мынау не мынау? Дедім. Ал сонда Қытайдың шөп дәрісі, бірі дұрыс адамдар, оң адамдар, сауатты адамдар қолданатын шөп дәрілер, оригинал шөптері бар. Бірақ соңғы кезде 13-14 жылы Қазақстандағы Қытай дәрілерін жарнамалайтын, өтірік Швейцария, өтірік Дубай, өтірік Германияның дәрісі дейтін, анығында Қытайдан өндірілген дәрілерді жарнамалайтын пирамидалық сипаттағы компанияларға қарсы күрес жүргіздім. Менің ол күресім 13 жылдан басталды. Ал Қытайда мен оны 2009 жылдан бастап 2011-12-де аяқтағанмын. Қытайда қазақтарды осы жаппай банкротқа ұшыратқан финанстық, пирамидалық, медициналық алаяқтық болды. Кәдімгі дәрі-дәрмек әйелдердің крем бұйымынан басталды. Сұмдық енді, ерлерді қуаттандыратын, анау мынау ше қойсаң жазылады, жаға қойсаң жазылады, өкпең ұрып, бүйрегің шіріп тұрса жазып жібереді дейтін, сондай өтірік хикмет дәрілерді әкелді. Анығында ол дәрілердің барлығының құрамы, біріншісі психотроптық дәрілер. Яғни сізді психикалық тұрғыдан ол дәрілерді ішесіз, немесе крем бұйымдарын жағасыз, ол сізді психикалық тұрғыдан қуантып, жайдарығып жібереді. Көмірдің түпкесінде қап-қара тыртиған қатын ана крем бұйымдар жағып алғаннан кейін айнаға қарағанда өзін қордың қызындай сезініп кетеді. Менің бір жеңгем бар енді, Құдай сақтасын енді, ол жеңгем енді былай енді. Сол жеңгем ана майды жағып алып тұрып айнаға қарап айтады, әзіл емес, шын айтады. Ана кремді жағып алады бетіне, 1 келе ма 2 келе крем жағып алады. Өз деген былай енді, есіктен ар жағынан бір адам тартып, бер жағынан бір адам итергенде өтетін дейді. Мен осы жіңішкеріп бара жатырмын, байқайсың ба Секебай дейді, маған айтады. Сондай жеңгем болған. Мен айтам, жеңге, сіздің миыңыз уланып жатыр. Сіз жіңішкеріп тұрған түгіңіз жоқ, барған сайын кетіп бар. Былтырғы көйлегіңізді киіп көріңізші деймін. Міне сонда анау бетіне ана килограмм кремді жағып алып, анау айнаға қарап, жеңгем, мен жіңішкеріп әдемі болып бара жатырмын дейді ғой. Оның миын улап жатыр. Ана дәрілердің барлығы наркотикалық дәрілер. Олар биологиялық, жаңадан жасалған химиялық наркотикалар. Қазіргі мына химиялық наркотика дейтін нәрсе бар, содан жасалған дәрілер оның бәрі. Ол жаңағы шөп дәрі, жаңа аталмыш бақашаян. Ол бақашаяны бар, бірдеңенің тамыры, бірдеңенің бұтағы дегендер бар. Бірақ соған жаңағы психотроптық дәрілерді бірінші. Екінші, тыңнан зерттеліп жасалған химиялық наркотикаларды. Үшіншісі, психотроптық дәрілер, тыңнан зерттелген химиялық наркотикалар. Үшіншісі, гормондық дәрілер, жаңағы шөптер дәрілердің құрамына қосып жібереді.
құрамына қосып жібереді. Оны сеуіп жібереді. Жаңа жабыстыратын жабысқақ майлары болады, сонымен сеуіп, жаңа психотроптық дәріні де, гормондық заттарды да, химиялық наркотикаларды да, химиялық есірткілерді қосып жібереді. Сонымен сен сол дәріге тәуелді болып қаласың. Міне, жаңа беспенің сабасындай жеңген, мен арықтап әдемілеп кетіп бара жатырмын дегенде оның миы уланып отыр. Ана бетіне жаққан ана майларда, кремдерде ана жеңгемнің миын улайтын заттар бар. Ол өзі ананы жаққанда ол рахаттанады. Жақпаса тұра алмайды. Кәдімгі наркотика, кәдімгі темекіші, бәңгі темекі шекпесе, анау анаша шекпесе ауырған сияқты, сол сияқты зат. Әйелдерді сөйтіп жаулайды. Сосын анау гормондық дәрі деген бар. Гормондық дәрілер ол сенің ауруыңды жазбайды, ол тек сені ауруды сезбейтін қылады. Психотроптық дәрілер бар. Анау депрессиядағы адамдарға психотроптық дәріні бергенде өмірге разы болып, қуанып, күліп, жайдарланып кетеді. Жаңа құтырық ауру барларға психотроптық дәрі бергенде жаңағы сабасына түсіп тынышталады. Сондай дәрілердің бәрі қазір жаңа заңсыз дүниежүзінің қылмыстық топтарының жаңа лабораторияларында жасалып, жаңа қылмыстық топтар арқылы, жаңағындай алаяқтар арқылы Қазақстан сияқты заңы жоқ, шекарасы тесік-тесік, бүкіл парақорлық жүйеге орнаған, ешқандай бақылау жүйесі жоқ мемлекеттің халықтарын улайды. Сондықтан Қытайдың шөп дәрілерін ішіп алданғанша, шамаңыз жетсе, кәдімгі ресми түрдегі дәрігерлерге жүгінгендеріңіз абзал. Ол дәрілердің жаңағы финанстық пирамидалық түрі бар. Ауылдағы апалардың қалтасын қағады. Ойбай, апа, тізеңізді жақсарды. Апалар ішеді, тізең жақсы болады. Мәселе сенің тізеңдегі ауру кеткен жоқ. Бар болғаны миың сезбей қалды. Бірақ тәуелді боласың, ішпеген күні ауырады, ішесің. Сонымен сол сені кәдімгідей наркотик заттарға улап жібереді. Ол гормондық дәрілердің жаманы ертең сенің бүйрек, бауыр бүйрегің істен шыға бастайды. Германияның дәрісі дейтін дәріні жағып, менің бір туысым кәдімгі ұршығын, кәдімгі бір мөшек ұршығының сүйегін кесіп әкеп, алдыма тастап берді. Кәдімгі Үрімжіде халық докторханасы ұршығын кесіп, орнына жасанды ұршық сап берді. Мүгедек болды өзі ақыры. Неге? Кәдімгі аяғын баса алмай жүрген ұршығында сүйектің зақымдану, сүйек рәгі деген аурулар болған. Сол емделсе, соның бір бөлігін алып, қалған жеріне тосқауыл қойып, ана бүкіл ұршықтың зақымдануының алдын алады. Ал ол кісінің жаңа балдызы Германияның дәрісі дейтін дәріні береді. Мына тісің ауырып, жағың қақсап тұрғанда сыртыңнан жағып жібергенде тоқтата қояды. Ол не? Миды тормоздайды. Шын мәнінде мына жердегі ауруға ауырып тұр, ми сезбейді. Ол клетканы жеп жатыр ары қарай. Жаңағы кісі жамбасына жағасың. Мен айтам, сүйек бөлек, жамбасыңызда бәлен қабат тері бар, түген қабат бұлшықет бар. Ол ана сіздің сүйегіңіздің ауруына әсер қылмайды. Жоқ, мына немістің дәрісі өтіп барып ана ұршықты емдейді. Жоқ, ұршығыңызды уақытында емдетіңіз. Сол Германияға өзіңіз барып емделіңіз. Жоқ. Ең соңында бүкіл ұршығы керектен шыққан кезде жүре алмай қалды. Бүкіл ұршығын кесіп алып, қолын ұстатып қоя берді. Міне. Сондықтан ол немістің дәрісі емес, оның бәрі Қытайдың жаңа қылмыстық топтары жасайды. Қытайдың қылмыстық топтар жасайды. Оның артында Қытай компартиясы тұр. Оның бәрі шекарадан қалай өтті? Біздегілер шекарадан қалай өткізді? Бәрі қылмыстық топтар. Яғни сақ болыңыздар. Сосын мына Қытайдың системасын салатындарға айтам. Қытайдың өзінде заң шықты. Соңғы осы 10 жыл болды ғой деймін. Кәдімгі система укол бар ғой. Білекке салатын, жаңағы ұзын дәу асып қойып. Салғызбаңыздар. Ол қате. Оны батыста кіші операция дейді. Ол қан үстіндегі адамға, өлім қалды, ұзақ қан жоғалтқан, қан ағып кеткен, шырғалаңға ұшыраған, сондай адамдарға ұрады. Гормондық дәріні де сондай өлім қалдындегі адамдар ғана пайдаланады. Ал Қытайдың сол система салатын орталықтарында ол сенің үстіне гормондық дәріні қосып жібереді. Барасың, системаны саласың, жазыласың. Шын мәнінде сен денсаулығыңды онан арман құртады. Енді сен соны салмасаң, система салмасаң, екіншіде жазылмайтын боласың.